солай бастады. Енді қазір жастар, әсіресе тіпті өзіміздің балдарымыз бізді ақымақ санайды. Біз ақымақ болған екенбіз бәріміз. Біз жаңағыдегідей идеяларға сенген екенбіз. Біздің әйелдеріміз ақымақ болып сиыр сауған екен. Отын жағып, мен енді қазір салыстырып көрейін. Қазір келінменен біздің әйелдеріміздің қайсысы ақылды, қайсысы ақымақ екен. Өздеріңіз тараздай жатарсыздар. Қазір бәрі кнопка, бәрі компьютер, е? Қазіргі келінге кір жуушы десең, өзі жуатын адам сияқты да оның. Сондай қиналады. Ой, Алла. Сол жанына жусайшы енді десең. Бір кнопка басқанға өл қылызылдай. От жақшы үйге десең, деп көрсетіп құлайды. Басады да құлайды. Сөйтіп жата семіреді. Семіргеннен кейін айтады, фигурам бұзылып барады. Семіріп кеттім. Қойды, тренажерный залға барайын. Фитнес клубтарға барайын. Олар тегін кіргізбейді ғой, ақшасын төлейсің ғой. Ақшасын төлейсің. Сөйтіп ана жерде темір тесектер бар. Сол темірді алып, жаңа келініміз жындадан құсап. Сосын анау дорожка болады анау. Алашаның үстіне тұрып алып, бір орында жүгіреді тағы да. Ал біздің әйелдеріміз сондай кезде қайтетін жас кезінде. Сиыр сауатын тұғын. Таңертең 6-да тұрып. Ол тұрайын деп тұрмайды, сиыр күтпейді ғой бейшарананы. Ал біздің келіндер қазір 11-12-де тұра береді. Оның сиыр жоқ еткен сауатын. Ана бейшара барып сиыр сауатын, міне. Көбі піседі. Міне фитнес болса. Міне тренажерный зал сақар. Міне. Ана бұзау қашады, ауылды 2 айдан қуады. Міне дорожка саған. Ал зато біздің балдарымыздың, біздің сол кезде бала кезде денсаулығымыз мықты болды. Неге? Өйткені біз таза сүт іштік, таза айран іштік біз, таза май жедік біз. Химия қосылмаған. Қазіргілердің бәрі химия қосылған, химия қосылған ішеді. Қазіргі бала туыла салысыменен череплой давление болып туылатын болды қазір. Туыла салысымен сүйектері қақсап. Күніге доғдырға апарасың, күніге доғдырға. Понедельникте 5 часаға дейін доғдырға апарасың. Суббота басқа сен демалып аласың. Өйткені доғдыр демалады сол кезде. Егер арасында соның арасында бір күн бармай қалсаң доғдырға, ана бала суббота басқа сенен күн аман шықпауы мүмкін. Аман шықпауы мүмкін. Ал біздің кезімізде кететінік. Біздің кезімізде доғдырдан қашатынбыз. Балдарды доғдыр келатыр деп қорқытатынбыз. Ой, жылай берсе, доғдыр келатыр деп. Ол жын келатыр, шайтан келатыр. Ешқайсынан қорқпайды, тек доғдырдан қорқатын. Неше айны көшеде жүгіріп жүріп, құлап қалып, тізесін жетіп қанап қалса, доғдырға бармайды. Сол жағында әкесіне келіп, ана ұрады. Ана емдеген түрін қара, бір уыс топырақ қалады, күшке түсіп жатыр. Соған емделіп кететін еді ғой, сол бейшарда емделіп кететін. Мұна отырғаның бар, бәрі сондай болды. Бәрі топырақпен емделгендер осылардың бәрі. Қазына бара, топырақ дейсе доғдырға апарады. Біздің кезімізде айтып отырмын ғой, доғдыр келатыр деп баланы қорқытатын болсақ, қазір доғдырды бала келатыр деп қорқытатын болғанбыз. Ойбай жолақта, мен жоқ деп айтып қашатын болған қазір. Салыстырып көріңіздер, кім ақылды болды, кім ақымақ болды.